32 сабақ. Электр тізбегі деген не? Сабақта электр тізбегінің жұмысымен танысасың. Тірек сөздер. Электр тізбегі. Шартты белгілер. Бір тізбектерді салыстыр. Негиш пен Эврика тізбек жасады. Эврика қандай элементтерден тізбек жасады? Негиш ше? Егер Эвриканың тізбегінің бір буыны үзіліп қалса, тізбекке не болады? Ал негештің тізбегіндегі сымның бірін ажыратып тастаса, не өзгереді? Анықтама: электр энергиясы ток көзінен сымдар арқылы құралдарға беріледі. Бұл құбылыс электр тогы деп аталады. Екі ортақ белгісін ата. Әдетте судың ағынын электр тогына ұқсатады. Бұл құбылыстарға не ортақ? Электр тізбегін сипатта. 3. Электр тізбегін сипатта. Суретке назар аудар. Бұл қарапайым электр тізбегі. Оның неден құралғанын ата. Тұрмыста электр тізбегін қайдан кездестіруге болады? Маңызды: бір-бірімен сымдар арқылы жалғасқан ток көзімен электр құралдарын электр тізбегі дейді. 4. Кестедегі ақпаратты оқы. Сұрақтарға жауап бер. Қандай электр құралдары бейнеленген? Әр құрал қандай белгімен белгіленеді? Шартты белгілер не үшін қолданылады? Модель жаса және қауіпсіздік. Модель жаса: шартты белгілердің көмегімен электр тізбегінің сызбасын қалай көрсетуге болады? 5. Шартты белгісін көрсет. Суреттерді салыстыр. Тізбек элементтерін ата және олардың шартты белгілерін көрсет. Олар ақпарат көзі бола ма? Қауіпсіздік ережесі. Электр құралдарын қолдану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақта. Су қолмен электр құралдарын ұстама. Розеткадан сымды тартпа. Жоғары вольтты желілердің жанында батпырауық ұшырма. Есте сақта: электр тізбегі ток көзінен, кілттен, энергия тұтынушыдан және байланыстырушы сымдардан тұрады. Электр тізбегін шартты белгілердің көмегімен көрсетуге болады.